Тарбағатай ауданы Қызылкесік ауылының балалары тай үйретіп өзара бәйге ұйымдастыруды әдетке айналдырған. Осылайша ауыл балалары спортты сергетіп қана қоймай, қазақы салттың көшін бастап келеді. Шығыс Қазақстаннан тілшіміз Берік Көшербайдың бейнематериалына назар салайық. Қала баласы үшін бұл таңсық болғанымен, қыр баласы үшін әдепкі көрініс. Демалыс күндері тіптен таң бозынан осы жерге жиналуды балалар өз араларында уағдаласады. Ал сабақ уақытында түс ауа кеш батқанға дейін тақым жазбастан тай жарыстырып асау үйретеді. Жон арқасына қамшы салдырып көрмеген асауды үйрету оңай емес. Десе де, ат жалын тартқан жасқа жеткен кез келген ауыл баласы ауыздықпен алысқан талай асауды өз дегеніне көндіреді. Бастапқыда жылқыда мөңкіп, тоң мінез танытқанымен, ойын баласының риясыз көңіліне көндігіп, монтансып қалады. Тастатқызбай қашап өз үркіп, тікке секіріп, насияқ жаңағыдай. Тарпып, тістейді кейбіреуін жынданып. Бұдан бұндай болған жоқ, бірақ тікке секірмеген болмаса. Олға жарасады енді тай мінген. Қуршақ ойнағаннан көр. 7 жасынан бастап мінгем атқа. Шауып үйрендім. Неше тай үйреттің? Өмірімде ма? 2 тай үйретіп көргім. Қызылкесік ауылында Еркебұлан сынды жастайынан тай үйретіп, ерте атқа қонғандар аз емес. Соның бірі Мансұр. Ол 9 жасынан бастап 2 дізгін бір шылбырға ие болған жастың бірі. Бәйгеге де шауып, былтыр ең жас шабандоз деген аталым бойынша марапатталыпты. 8 мартта 4-ші күн, 22 наурыз 8-ші күн. Балалар баба өсиетіне мығым. Қыр салтында ер азамат ешқашан жаяу жүрмеу керек деген ұғымға берік. Жүгөн ұстап жұтап қалған біреу болмаса, кеудесінде жаны бар қазақ атқа мініп жүруге тиіс деп түйсінеді әр бала. Әрі соны ұстанады. Астындағы серігіне адалдық танытқандықтан болар, болашақ мамандықтары туралы да әлі ойламаған. Өскенде кім боласың? Ат десе делебесі қозатын ауылдың балалары ұлттық ойындарға да ерекше мән береді. Қыстың шыңылтыр аязына шыңдалып өскен жастар күн ұзақ ат үстінде түрлі ойындар ұйымдастырады. Жас ерекшеліктері әртүрлі болғанымен, олардың әуесі ортақ. Кей кезінде көп мөшек тартып өзіміз ойнаймыз. Көкпар ойнаймыз. Біздің ауылда қысты кезінде түгел адам тай ұстайды. Соның тайларын мініп 60 шақты, 60-70 шақты балалар шығып өсіп жарысамыз. Жалпы Тарбағатай ауданы атбегілікке ерекше ден қояды. Ауданда 2 ат спорт мектебі бар. Аталмыш мектеп Ақжар және Екпін ауылында болғанымен, ауданның кез келген ауыл баласы ат құлағында ойнайды. Бәйге аттармен айналысам деп ойлаған жоқпын мүлдем. Былтыр бір тайым болған Бақтор деген. Кішкене болған мүсіні, бірақ қара жарысқа қоса келе біраз жылдамдығы бар екен білдім да. Сосын шабандоз арасында тұр. Міне қарпық қадырын. Сосын 8-ші наурызда бәйге болады деп естідік. Басында қоспайын деп ойлаған, бірақ 2 күн жараттық, оның өзі шала-шала. Сосын 8-ші наурыз күні енді қоспайын деп тұрғанда қосам деп шештім. Сосын Бақторы шапты, Қадыржан шапты, міне содан кейін 2 келді. Қуанышымызда шек болған жоқ. Өркениетті өмірдің бір көрінісі қазіргі ғаламтор. Балаларда бұл жаһандық технологияның тілін өз кәделеріне жаратып алған. Мәселен, елге танымал ат белгілерімен байланыс орнатып, сәйгүліктерін жарату бойынша ақыл кеңес сұрап отырады екен. Әке тағылымымен ата өсиетіне де құлақ салып, дала баласы ұшқыр қиялды, өр мінезді болып өсіп келеді. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, арнайы Таңшолпан үшін. Өздеріңіз көргенде, қызығатын дүние екен, тамаша. Қызылкесік ауылының балалары тай үйретіп ширатып жатыр.